Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен Әсемгүл. Бүгін сіздермен дәмі аузыңыздан кетпейтін осындай KFC, яғни чикендердің рецептімен бөлісетін боламын. Егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, келесі рецептімді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Жасау жолы оп-оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Ортасына дейін пісіп шығады, жұмсақ болып. Алдымен осындай шұңғыл ыдысымызға беті жабылатын болса тіпті жақсы. Суымызды құйып аламыз. Осындай орта шелек алдым мен. Тәтті паприка, ащы паприка, соя тұздығын құйдым. Барлық керекті заттарды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Және тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Тұзы бәрі ерігенше араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, міндетті түрде дәмін көреміз. Дәмі ашқылтым болу керек. Дайын болған тұздығымызға жақсылап жуылып, тазаланған тауық аяқтарын салып, 1 сутка немесе 2 сутка қойсаңыз да өзіңіз білесіз. Қанша ұзақ тұрса, дәмі де сонша тәтті болады. Үй жағдайында жасап жатқандықтан, панировкінде қолжетімді қылып, ұннан дайындаған болатынмын. Осындай мөлшерде ұн алып, үстіне крахмал саламыз. 2 ас қасық крахмал қостым. Және ашық болғанын қаласаңыз, ащы паприкаңызды кішкене молырақтау қосасыз. Тұз қостым және ащы паприкамды қосқан болатынмын. Тұздалған тауық аяқтарын алып, панировкімізге салып, осылай бір аунатып аламыз. Содан соң сеткі ожауымызға осылай салып аламыз, ұнын қағып, жаңағы тұздығымызға кері батырамыз. Осылай сеткі қолдансаңыз оңай болады. Міне видеода көріп тұрғандағыңыздай тағы да осылай батырып аламыз. Ақырындап, жәймендеп, панировкімізге тағы да бір аунатып аламыз. Чикендерімді түгелімен осылай 2 қайдара панировкімізге аунатып алдық. Енді қатты қызып тұрған отқа қуырып аламыз. Шамамен 10 минуттай қуырамыз. Егерде сізде тауық қанаттары болса, 7-8 минут қуырған жеткілікті болады. Осылай менің чикендерім әп-әдемі болып пісіп шықты. 1 жасағаннан шықты менде. Сізде менімен бірге осы рецептпен жасап көріңіз, міндетті түрде шығатын болады. Видеомды соңына дейін тамашалағаныңызға үлкен рахмет.